Достар, Димаш Құдайберген ағамның Абай Құнанбайұлы атамыздың 175 жылдығына орай жолдаған челленджін қабыл ала отырып, мен өз челленджімді 6 адамға жолдаймын. Біріншісі, Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымов ағама, екіншісі, португалдық әнші Лара Лишаға, үшіншісі, кәсіпкер Шамрат Төлеубаев ағама, төртіншісі, актер Артур Түлепов ағама, бесіншісі, батыр ағам Арман Оспанов ағама, және алтыншысы Маңғыстау облысының істері әйелдері кеңесінің төрайымы Сәуле Халелқызына жолдаймын. Ағалар, апалар, мен міндетті түрде сіздің жауаптарыңызды күтемін. Елмен бірге екеніңіздеріңізді тағы бір мәрте көрсетіңіздер. Жасымда ақылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ежеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгіліне кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды деп сермесем өстемедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, жиналсын деп бердім. Өзім де басқаша төске өрледім, қазаққа қара сөзге